Сәлем, менің қымбатты оқырмандарым. Қалдарыңыз қалай? Күніміз тек жақсылыққа толы болсын. Таң атып, таңғы 4-20 минут кеткен шама. Айшуақ қайным екеуміз малдарды дәрілеп, өріске айдауға дайындап жатырмыз. Жалпы көбіңіз сұрап жатырсыздар, бұның бәрін қайдан білесің деп. Адам басына салса бәрін көнеді, көреді, істейді. Адамда ең бірінші ниет болса болғаны. Негізі өзімде қыз күннен малды көріп, қойы бар, сиыры бар, жылқы бар. Әкем марқұм қымызды сондай жақсы көретін. Сосын анам өзі жылқыдан сауып, саумалы бар, қымызы бар, өзі үйден жасайтын. Анам да 4-5 сиыр сауған. Бірақ қыз күнімде Аллаға шүкір алдында 4 ағам бар, еркелеп, бұндай нәрсені жалпы өзім істеген емеспін. Сол кісілерге еркелеп өскен қызбын. Енді қазір істеу керек болады, мысалы істеп жатырмын. Алланың бұнысына да шүкір. Адамда ең бірінші ниет болса, бәрін жасауға болады деп ойлаймын. Осылай таңымызды қарсы алып, таңғы 4-те тұрамыз. 4:30-ға дейін малдың бәрін жайғап, өріске жібереміз. Сөйтіп үйге келсем, алдында қаймақтардың барлығы дайын тұр екен. Соның бәрін жинап алдында қойма шайқап қояйын, үйде май таусылайын деп қапты деп. Өзіміз жегенге осылай май шайқап жатырмын. Бұның барлығын жалпы көріп өстік. Өзім анамнан да, екінші анамнан да бәрін көріп біліп жүрміз. Шетінен өзім істеу керек болды. Сол кісілердің жоқтығын білдірмей, мінекей істеп жатқан жайым осы болады. Май міндетті түрде салқын болу керек. Холодильникте салқын күйде алып, содан кейін осылай қатты нан илеген сияқты баса бересіздер. Сол кезде жайлап өзінің суы бөлінеді. Содан ұзақ қана шайқау керек майды кішкене. Бұқанда біраз күш керек болады негізі. Май қаймақтарыңыз жылы болса, май шықпайды. Міндетті түрде салқын болу керек. Сөйтіп бәрінің суы шықты, байқасаңыздар, қысып суынан ажыратып алып жатырмын. Содан холодильникте тұрған тастай суды алып кеп, таза бір ыдысымызға құйып, кішкене үстінен тұз салып, соған қайтадан майды, былайша айтқанда, бір шайқап аламыз. Кішкене шым-шым тұз қосамыз. Егер тұзбен ұнатпаймын десеңіздер, тұз қоспай-ақ қойсаңыздар болады. Жалпы майдың жасалу жолын салшы деп жатқан қыздар бар арамызда. Сол кісілерге мұқият қарап алсаңыздар болады. Осылай шамалы шым-шым тұзымды салып, қайтадан осы майдың барлығын тастай суға салып, бір-бір шайқап алып жатырмын. Өздеріңіз қалаған формада қойсаңыздар болады. Немесе дөңгелек, 4 бұрышты қалай қойғыларыңыз келеді, солай қойып, морозильникке қойып қоясыздар. Жуған кезде де суларыңыз тастай болу керек. Мінекей